Сәлем достар, сіздермен бірге мен еңлік, және біз бүгін қайнатпалы қамыр жасаймыз, яғни орысша айтқанда заварное тесто. Одан неше түрлі пирожныйлар жасауға болады. Мысалы, эклери, профитроли, дамские пальчики сияқты. Ол үшін ең алдымен жұмсақ сары майымызға суымызды қойып, шым-шым тұз салып, жай отқа қоямыз да үздіксіз араластырып отырамыз. Тек қайнатпаймыз, тек қана үздіксіз араластырып отырамыз. Енді оны оттан түсіріп, електен өткізілген ұнымызды салып, тез-тез араластырамыз. Бір келкі қамыр шыққаннан кейін оны тағы да жай отқа қойып, тағы да біраз араластырамыз. Не үшін араластырамыз деп ойласаңыздар, онда біз артық суын кетіруіміз керек. Сондықтан тағы да жай отқа қойып араластырамыз. Белый налет шыққанша үздіксіз араластырып отырамыз. Белый налетті кондитерлікте белая рубашка деп атайды. Оны сызықпен көрсеттім. Қарап алыңыздар. Ол уже артық суымыз кетті деген сөз. Сіздерге жақынырықтан көрсетейін. Қызыл стрелкамен белгіленген көрініп тұр. Оны белая рубашка деп атайды. Оттан түсіргеннен кейін үздіксіз араластырып суытамыз. Қолымызды үйіскен кезде қатты ыстық болмауы керек. Енді бір-бір жұмыртқадан салып отырып араластырамыз. Жұмыртқа салғаннан кейін бірікпей қалуы мүмкін. Сондықтан оған мән бермейміз, араластыра береміз. Өзі сұйық масса шығады. Соған байланысты тағы да бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Сізге жұмыртқаның нешеуін салу керек екенін сізге мен айта алмаймын. Өйткені сіздің жұмыртқаңыздың көлемі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан мен қазір видеоның соңында көрсетемін қандай болып шығу керектігін. Қарап алыңыздар. Міне соңғы 4-ші жұмыртқамызды саламыз. Және тағы да араластырамыз. Сосын бізде осындай қамыр шығу керек. Қою да емес, сұйық та емес. Қасықты битіп көтерген кезде птичий язычок деген белгі шығу керек. Оны кондитерлікте солай айталады. Жақынырақ көрсетейін. Міне бүйтіп қасықты көтерген кезде жаңағы кішкене ғана ағып тұрады. Ол дұрыс деген сөз. Қамыр сондай болып шығу керек деген сөз. Енді оны кондитер қапшығына салып, не жасаңыз келеді, соны жасай беріңіз. Профитролиді, эклериді осы рецептпен жасалады. Сіздермен бірге болған мен еңлік, қош сау болыңыздар. Егер менің арнамнан осындай пайдалы рецепттер көргіңіз келсе, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз.